Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода дүниежүзі тарихы пәнінен 4-ші тоқсанның БЖБ біріншісіне талдау жасап беретін боламын. Бөлім қайта өрлеу дәуірі, тапсырмаға берілетін уақыт 20 минут. Бұл жерде екі түрлі тапсырма бар. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп кетейік. Бірінші тапсырма: иллюстрациялық суреттерге назар аударып, тапсырмаларды орындаңыз дейді. Яғни екі суретке қарап тапсырма орындайтын боламыз. Бірінші А тапсырмасы: суреттің қай тарихи кезеңде пайда болғанын туралы анықтаңыз дейді. Бірінші сурет бұл орта ғасырлық кезеңде салынған сурет. Екінші сурет қайта өрлеу кезеңінде салынған сурет. Келесі Б тапсырмасы: суреттер негізінде осы дәуірде бейнелеу өнерінде қандай өзгерістер болғанын сипаттаңыз дейді. Жаңа деңгейге жетті, әсіресе адамдардың көңіл күйін танытатын реніш, қайғы, қуанышты сәттерін жақсы сипаттады. Адамның жан дүниесін жеткізе білді дейміз. Келесі орта ғасырлық еуропалық қоғамдағы өзгеріс бейнелеу өнеріне қалай әсер етті дейді. Ғылым, техникалық өнертабыстар, қоғамдық экономикалық құрылыстағы өзгеріс, шіркеудің рөлі дейді. Орта ғасырдағы қоғамдағы өзгеріс бейнелеу өнері қатты әсер етті. Бейнелеу өнеріне қатты әсер етті дейміз. Мәдениеттің барлық салалары тез дами бастады. Зәулім үйлер, салтанатты сарайлар, ірі ескерткіштер салынды. Қолөнер, кәсіби және сауда ісі дами түсті дейміз. Келесі кестені толтырыңыз дейді. Яғни шығыс ойшылдары берілген және де өркениетке қосқан үлестерін жазуымыз керек және оның маңызын жазуымыз керек. Бұл жерде шығыс ойшылы Ұлықбек, оның өркениетке қосқан үлесі 150-ге жуық кітап жазған орта азиялық ғалым. Астрономия, математика салаларын зерттеген. Оның маңызы: көптеген еңбектері шет тілдеріне аударылды. Еңбектерінің маңыздылығы сол география саласын зерттеп географиялық карта жасаған. Астрономия, математика салаларында жетістіктерге жеткен. Әлішер Науаи дейді. Шығармаларында Орта Азиядағы қоғамдық бағыт туралы айтылған. Ол философиялық айдың дамуына ықпал жасады. Және маңызы: екі тілдің таласы атты еңбегінде тілге қатысты терең талдаулар жасады дейміз. Осымен біздің БЖБ аяқталды. Және де осы видеоның соңында келесі пәндерден БЖБ тапсырмалар шығатын болады. Соған кіріп көрсеңдер болады. Немесе каналдың ішіне кіріп плейлист бөліміне өтсеңдер, сол жерде БЖБ талдау деген плейлисттің ішінде әртүрлі БЖБ жауаптары және ТЖБ жауаптары шығып отыратын болады.